Мұхаммад бин Абдул-Вахаб Нәжд аймағындағы алғашқы ханбали ғалымдарынан білім алған. Әкесі де заманындағы заңғар тұлғалардың бірі, ғұлама ғалым еді. Ханбали мазхабының негізгі ғалымдары болған Ибн Таймия, Қайим әл-Джаузиден кейбір пікірлері мен көзқарастары мен ілім алғанымен, кейін Басрадағы өзгеше деструктивті ағымдармен санасы уланып, ислам әлемінде болмаған өте үлкен айыптаулармен аты шыққан Абдул-Вахабилік бөліктің негізін салған, өкінішке орай одан кейінгі күнімізге дейінгі деструктивті радикалды ағымдардың шығуына да ұшқын болған ғалымдардың бірі. Құрметті бауырлар, әркім білімді өз ниетіне қарай үйренеді. Алған біліміндегі ниеті Алланың разылығы болса, ол жақсылыққа апарары. Ал енді ниетіндегі кері тарта өзгеше түсінік болса, мұсылмандарды құрдымға апарады. Сол үшін әр адамның алған біліміне, амалына сай, көркем мінезіне сай бағалағанымыз абзал.